Ассалаумалейкум, армысыз қазақ елі. Кезекті бір видео өрме қамшылар жайында. Өзімнің өрме қамшыларым. Фирменный деп айтсақ та болады енді. Өзім бұрыннан өріп жүрген қамшыларым. Мынау саптарында алдыңғы видеоларда да айтқан болатын. Сабын ол мотоциклдің артқы амортизатордың пружинасынан жазып соғылған. Көрікпен істелген. Мынау серіппелі майыспайды. Мына жерде өрімі 8 таспа, 4 қырлы өрім. Қайыс қырын алған. Көріңіздер. Өзектерінде қайыс бар. Сыртында шахматный домалақпен қапталған. 2 қабат. Сабыда да солай. Сабы бірыңғай шахматный домалақпен өрілген. Көрсетейін. Түйін домалақ түйін. Бұрын мынандай түйін болған, екі жақтан кейіннен домалақ түйін салып жүр мына жерге. Сыртынан тағы да шахматный домалақ. Басында турецкий голова дейді, бүлдіргені. Мына жерде сымды жауып тұрады. Бір жағынан қолға да ыңғайлы, бір жағынан қолды қармайды. Солай істелген. Бұлар өте ыңғайлы қамшылар. Енді өрім көрдіңіздер ме? Өте тығыз өрілген. Былай ұстасаңыз майыспайды. Өзегінде қайыс. Бір тал қайыс бар. Трос емес. Жігіттер айтып жатады ғой, орыстың қайсыны өре бермей өзіміздікінен өрсешті. Мына өзіміздің қайсысы Қазақстандікі. Қолдың қайсы емес. Бұл да Семейде Нұржан ағамыздың цехының қайыстары. Осыны ұстап жүрмін мен. Жігіттер ұстап жүр, өзім досын ұстап жүрмін, атқа бәріне жақсы. Күнделікті ұстауға, тұрмысқа қажетті қамшы. Енді күтіп ұстаған адамға бұл біраз жылға жетеді деп ойлаймын. Анда арасында бір майлап отырса, мәңгілік ешнәрсе жоқ қой. Қамшылар осы. Бағасын видеода айтпады деп ренжімеңіздер. Өйткені видео қалады, баға деген өзгеріп отырады. Профилға өтсеңіздер, тіркеліп профилда WhatsApp номер бар. Сол WhatsApp номер арқылы хабарласасыздар. Қамшылар осы. Видео ұнаса қолдап тіркеліп отырыңыздар. Екеуі де бірдей. Келесі видеода осы өрме қамшылардың басқа да өрім түрлерінен өрілген түрлерін көрсетемін. Сондықтан қолдап тіркеліп отырыңыздар.